Сәлеметсіздер ме, құрметті халайық, өнерсүйер қауым. Осындай адамзат баласының басына түскен ауыр кезеңде ұлтымыздың рухын көтеру мақсатында жасалып жатқан шаралардың бірі үйде отырып аспаптарымыз, ән күйлеріміз жайлы деректермен халықпен бөлісу. Қазақстан Республикасының Мәдениет және спорт министрлігі Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының бірлесіп жасап отырған мәдени бағдарламасына қош келдіңіздер. Бүгінгі менің тақырыбым шертер аспабының өткені, бүгіні және болашағы. Шертер үш шекті шертіп орындалатын қазақтың аспаптық музыка мәдениетіндегі көне аспаптардың бірі. Шертер аспабында ән, жыр, дастандар қосталып орындалса, жалпы аспап бақташылардың арасында кең тараған аспап. Қариялардың әңгімелеріне қарағанда шертердің құрылысы, формасы негізінен домбыраға ұқсас болған. Мойны қысқа, қылшек тағылған, үлкендігі қобыздай, жалпы аспаптың көрінісі жағынан өте қарапайым болған. Ертеректе қазақ халқының тұрмысында шертер аспабы болғанын 18-19 ғасырларда өмір сүрген орыс этнографтары еңбектерінде жалпы көрсеткен. Бұл аспап Семей өңірінен табылған үш шекті домбыра сияқты, тек формасы жағынан домбырадан кішілеу, домбырадан гөрі кішілеу және шанағы теріден қапталғандықтан дыбысы домбырадан гөрі қоңырлау. Аспаптың шертер деп аталуының өзі шертіп ойнау деген сөзден шығуы мүмкін. Осының алдында ғана дәріс осындай онлайн сабақ өткізген Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының профессоры Ерсайын Басығара шертер жайлы жалпы шертердің тарихына толық тоқталып кетті. Мен әрі қарай осы онлайн сабақты толықтырғым келіп отыр. Жалпы шертер ансамблі жайлы белгілі ғалым зерттеуші Ақселеу ағамыздың қазақтың күй өнері атты еңбегінде былай деп айтылады. 3 ғасырдың екінші жартысында грек софисті Юлий Полидевтің еңбектерінде 5 шекті музыкалық аспап ойлап тапқан скифтер бұл аспапты сірмен қаптайтын болыпты. Және шертпекпен орындалып, шертпек ешкінің тұяғынан жасалса, осы деректердегі аспап қазіргі қазақтың арасында күні бүгінге дейін сақталған шертер аспабы болуы мүмкін деп болжайды Ақселеу ағамыз. Соған қарағанда шертердің жалпы бастауы сонау 3 ғасырдан бастау алса керек, тарихы ертеде, тереңде жатса керек. Жалпы аспаптану ғылымы Болат Сарыбаев еңбектерімен басталатыны белгілі. Шертер аспабы да басқа фольклорлық аспаптар сияқты Болат ағамыздың үлкен ізденістерінің арқасында қайта жаңғырды. Аспап жайлы жалпы мағлұмат білгісі келген әрбір тыңдаушы этнограф ғалым Болат Сарыбаев ағамызға арналған ғалым мұрасы атты жинақпен танысуға болады. Бұл жинақта ғалымның мақалалары, құжаттары, библиографиясы, ғалым туралы естеліктер толық берілген. Сонымен қатар осы еңбекте фольклорлық шертер, ғасырлар пернесі жайлы мақалалар берілген, аспаптардың жалпы тарихы, жасалу технологиясы жайлы көптеген мақалалар берілген. Осы кітаппен танысуға болады. Бұл кітап жақында ғана осы жарық көрді. Аспаптың жалпы төл күйлері аз. Дегенмен зерттеуші ғалым Жарқын Шәкәрім ағамыз Талдықорған өңірінде Нұрғали деген ақсақалдан 2-3 күй үйрендім деп айтып отыратын. Соған қарағанда Талдықорған, Семей өңірлерінде шертерде орындаушылар болған сияқты. Шертердің өзін атайып тұрғандай шертіп ойнайтын аспап болғандықтан күйлердің мінезі адуынды жігерлі бола бермейді. Жайма шуақ, бір қалыпты мінезде орындалатын күйлер шертерге жатық келеді. Енді осы кезекте шертер аспабынан күй тыңдаңыздар. 19 ғасырда өмір сүрген Бейсенбі Дөненбайұлы сөзге шешен, әрі батыр, әрі құсбегі, әрі дәулескер күйші болған. Бейсенбінің күйлері мазмұн жағынан сан салалы, тақырыптары әртүрлі оқиғаларды баяндайды. Бейсенбі бабамыз қазақ күй өнерінің дамуына ерекше үлес қосып,
күйшілік өнерде өзіндік орны бар көрнекті тұлға. Орындалатын күй Бейсенбінің күйі кер бұлан. Ертеректе Алтай тауларында бұғы тектес түр тұлғасы көркем бұлан деген аң болыпты. Осы бұланның Қанас өзенінің бойында бұланның бұзауын бір топ жігіт ұстап алып қол үйретіпті. Және аңның сондай момын, киелі екенін сезген жігіттер аңды аяп, осы үйіріне қосып жібереміз деп ойлапты. Және осы үйіріне қосып тұрып, қимастықпен аңды қимай тұрған көріністі Бейсенбі күйге айналдырды дейді. Қазір сіздердің тыңдайтындарыңыз Бейсенбінің күйі кер бұлан. Шертеді тыңдаңыздар. Жалпы шағын күй, дегенмен де шертерге қазір біздер лайықталып осы күйлерді түсіріп жүрміз. Енді шертер аспабының қазақтың төл аспабы ретінде бастау алған кезеңі өткен ғасырдың 70-ші жылдарының тарихына келсек. Қыл-қобыз, саз-сырнай, жетіген, сыбызғы, ұрмалы, үрмелі аспаптар сияқты шертер аспабы да өзінің қайта жаңғыруын осы кезеңнен бастады. Ең алғашқы болып шертер аспабында орындаушы, аспапты насихаттаушы біздің ұлағатты ұстазымыз Өтепберген Хамзин ағамыз. Өтепберген Хамзин ағамыздың ғасырлар пернесі ансамблінің құрамында және өзінің жеке орындауында орындаған шығармалары алтын қорда бізде сақтаулы. Шертер аспабын және үшшекті домбыра аспабын насихаттаушы, орындаушы, зерттеуші ғалым Жарқын Шәкәрімов ағамыздың да көптеген орындаған күйлері алтын қорда сақталып, жалпы шертер аспабының насихатталуының барысында Жарқын ағамыздың сіңірген еңбегі орасан. Енді сабағымызды тарихи деректермен толтыра отыра, аспапты 30 жылдай насихаттап дәріс беріп келе жатқаннан кейін, жалпы мен осы аспаппен танысуым жайлы айтып кеткім келіп отыр. 1974 жылы Торғай өңірінде қазақ өнерінің жанашыры, сол кездегі комсомол орталық комитетінің бірінші хатшысы Өзбекәлі Жәнібеков ағамыз Болат ағамызбен ақылдаса отырып шертер ансамблін құрды. Бұл ансамбльдің жетекшісі қылып Қайыржан Маханов ағамыз тағайындайды. Ансамбль 74 жылы құрылғаннан кейін 1975 жылы алғашқы бірінші концертін қояды. Тыңның 20 жылдығына арналған концертте жалпы ансамбльдің барлық дайындаған бағдарламасы орындалады. Бұл кейіннен орталық теледидардан көрсетіледі. Кейіннен бұл таспаны біздер көріп жүрген жоқ, соған қарағанда бұл жоғалып кеткен шығар деп мен өзім ойлаймын. Және де осы мен шертер ансамбліне тоқталып айтып отырған себебім, осы жылдары шертер ансамблі Арқалық қаласында құрылғаннан кейін, осы Арқалық қарасына шекаралас жатқан менің тұратын ауылым, Ақтөбе облысының Ырғыз ауданы, сол жерде шертер ансамблі ауыл-ауылды аралап гастрольдік сапармен өз өнерлерін көрсетіп жүрген кезі біздің ауылға шертер ансамблі келді.
Әкем ауылдың басшыларының бірі болғаннан кейін біздің үйге бір топ артистер түсті. Осы бір топ артистер түскен кезінде концертке дайындықтың алдында артистер өздерінің аспаптарын алып дайындалып отырды. Дайындалып отырған уақытта бір аспаптың дауысын естідім. Мен ол аспап басқа аспаптарға ұқсамайды. Мен музыка мектебінің оқушысымын. Менің білетін домбыра, қобыз және баян аспабы. Бұл аспаптың мен шертер екенін ол кезде білмейді екенмін. Сөйтсе, бұл аспапта орындап отырған шертерші Қыпшақ Қойғарин ағамыз екен. Ол кісінің жалпы мамандығы әнші екен, консерваторияны вокалист екен, консерваторияны Жылыспаевтың классынан бітіріпті ағамыз, Жылыспаев ағамыздың. Сонан енді кәсіби маман болғаннан кейін аспапты өз бетінше меңгеріп алыпты. Сонымен менің шертер аспабымен алғашқы таныстығым осы шертер ансамблінің құрамындағы Қыпшақ ағамыздың орындауында болды. Енді одан кейін мен 1983 жылы консерваторияға келген кезде алғашқы мұрагер ансамблі құрылған кез. Мұрагер ансамблінің жетекшілері Абылхамит Райымбергенов, Досмұхамбет Жақпаев ағаларымыз шертерді қолыма берді, мына ансамбльге отырасын деді. Осы кезде менің шертермен жалпы кәсіби танысуым осы кезден басталды. Енді бұл кісілерді мен өзім ұстаздарым қатарына қосамын, өйткені аспаппен жалпы танысу, аспаппен етене байланыс жасау деген сияқты осы әрине мұрагер ансамблінен басталды менде. Ал кейін 1988 жылы Ықылас атындағы ұлт аспаптар музейінің жанынан құрылған Сазген ансамбліне қызметке келген уақытында мен Мұрат Жұмашев ағамен таныстым. Мұрат ағамыз музейдің қызметкері болғандықтан бұл жалпы шертердің, музейдегі шертерлердің тарихын, ескі шертерлердің қайдан келгенін, қайдан табылғанын, жалпы шертердің тарихын көп біледі екен. Мен осы жерде шертер аспабының тарихымен таныстым. Енді қазіргі таңда шертер аспабы республикамызға танымал сазген, адырна, сазген сазы, құлан саз, сарықа саздар және де көптеген фольклорлық ансамбльдер, басқа да ансамбльдердің құрамында толық өзінің орнын ойып тұрып алды. Академиялық оркестрлер, Құрманғазы атындағы ұлт аспаптар оркестрі, Тілендиев атындағы отырар саз оркестрі және де республикамыздың барлық өңірлеріндегі ұлт аспаптар оркестрінде шертер топ болып қалыптасты. Қазақтың халық музыкасын, соның ішінде фольклорлық аспаптарын шет мемлекеттерге таныстыру барысында осындай мақсатпен республикамызға белгілі сазген, адырна ансамбльдерінің құрамында біз көптеген шет мемлекеттерде болдық. Осы шет мемлекеттерде болған кезімізде менің байқағаным, жалпы шетелдіктердің біздің фольклорлық аспаптарға деген қызығушылығы өте жоғары екен. Осы бір кезеңдерде аспапты қолдарына алып, бұлай төңкеріп, мынаның ішіне микрофон қойылған жоқ па деген сауалдар көп болды. Және жалғыз шертер емес, сонымен қатар бүкіл біздің фольклорлық аспаптарымызға деген қызығушылық өте жоғары. Енді мен қазір осы қызығушылықты біздің жастардың арасынан көремін. Жастарымыз жалпы біздің фольклорлық аспаптарға деген қызығушылығы өте жоғары қазір. Ансамбльдер құрылып жатыр. Ансамбльдердің құрамында көптеген аспаптарымыз бір ғана орындаушы, бірнеше аспапта орындайды. Бұл деген қазіргі бізді қуантатын жайт. Өйткені жастардың жалпы фольклорлық аспаптарға деген қызығушылығының жоғарылығы біздерді, ұстаздарды, жалпы аспапты насихаттаушыларды қуантады. Енді тағы да шертерге кезек берсек, келесі орындалатын күй халық күйі көксерке. Халық күйі көксерке бұл қой бастайтын серкелердің жартастан жартасқа секіріп, тыным таппай ойнақтайтын суреттейтін күй. Енді жаңағы Ақселеу ағамыз айтқандай, шертер шертпекпен орындалады демекші, мен бұл күйді сіздерге шертпекпен орындап көрейін. Біздер енді бұл жалпы медиатор ғой, бірақ біздер оймақ дейміз бұны. Қазір шертпекпен орындап берейін.
Шертердің бүгініне келсек. Кәсіби тұрғыда Шертер 90-шы жылдары Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясында арнайы класс болып ашылып дәріс берілуде. Консерваторияның түлектері Қазақстанның барлық өңірінде музыка колледждерінде Шертер классын ашып, қазір дәріс берілуде. Консерваториядағы магистратура курсында шертерші магистранттар білім алып, аспаптың зерттелуіне үлкен үлес қосып келе жатыр. Ғылыми жұмыстар жазылуда, ғылыми мақалалар жазылуда, диссертациялар жазылуда. Бұл деген шертер аспабының жалпы өркендеуіне, насихатталуына, өсуіне, жалпы зерттелуіне үлкен үлес қосылып келе жатыр деген ойдамын мен. Шертерге арналған оқулықтарға келер болсақ, ең алғашқы шертер аспабына жазылған еңбек бұл Ерсайын Басығараның шертерге арналған шығармалар атты 2 кітабы. Осы 2 кітаптан кейін 2009 жылы менің шертер үйрену мектебі еңбегім шықты. 2011 жылы Өтепберген Хамзе мен Ерсайын Басығараның шертер үйрену мектебі шықты. Яғни шертер аспабының оқытылуының өзі кәсіби жолға толық қойылды деген ойдамын. Өйткені мектебі шыққаннан кейін бұл әрине кәсіби жолға қойылатын аспаптың оқытылуы. Шертердің репертуарын толықтыру мақсатында Қазақстан, шетел, орыс композиторларының шығармаларын аспапқа лайықтап 2015 жылы менің 2 томдық шертер және домбыра примаға арналған хрестоматия атты еңбегім шықты. Бұл енді қазір жалпы осы еңбектердің барлығы да Қазақстанның барлық өңіріне тарап, ұстаздар қауымының әдістемелік құралына айналды. Шертер халықаралық шабыт фестивалінің Құрманғазы атындағы республикалық конкурста номинация болып бекітілді. Және қазірде біздің сайыскер шертершілеріміз, жалпы лауреат шертершілеріміздің саны өсіп келе жатыр. Шертерде күй орындау үрдісі қалыптасып келеді. Төл күйлері аз болғандықтан, бағана басында айтып кеткендей, шертпе дәстүріндегі күйлер, халық күйлері жалпы лайықтылық орындалып келеді. Сонымен қатар бізді бір қуантарлық жайт, қазір шертерші мамандар өз тарапынан күй шығарып, шертерде орындап келеді. Ерсайын Бақтылы мен менің ізбасарларым, жалпы консерватория мен академияның түлектері Айбол Құдайбергенов, Ербол Мұхамедиев, Артур Қазиев сияқты біздің шертерші мамандар өз тараптарынан күй шығарумен қатар аспапты күй орындау үрдісін қалыптастыру барысында үлкен еңбек сіңіріп келеді. Және біздің 3 шекті домбыраны насихаттаушы қазіргі жас маман Бауыржан Бекмұхамбетов та өзінің осы шертерге арналған өзінің күйлері бар. Сол күйлерін, мысалы, желдірме деген күйін біздер өзіміздің репертуарымызға қосып алдық. Осындай міне жастардың қазіргі бізді қуантарлық жағдайлары өте көп. 2019 жылы Республикалық оқу әдістемелік кеңесінің шешімімен менің күй сарыны деген еңбегім шықты. Бұл күй сарыны еңбегімде жалпы шертердің күй қорына 32 күй қосылды. 12 орындаушы шертершілердің аспапқа лайықтаған күйлері осы кітапқа енді. Және де осы орайда осы еңбекті жарық көруіне еңбектің үлкен үлес қосқан Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының басшылығына үлкен рахмет айтқым келеді. Біздерді қолдап, қорғап, міне осындай жалпы шертерге күй репертуарына күйлер қосылсын деп сондай бір қамқорлық көрсеткеніне үлкен рахмет айтқым келеді. Енді жалпы аспаптың жасалу тарихына көз жүгіртсек, бәрі өздеріңіз білетіндей, Алматыда 70 жылдары мебельный фабрика жанынан экспериментальдық шеберхана ашылды. Оны әрине жалпы аспапты зерттеушілер, аспапқа деген қызығушылар, жалпы музыканттар біледі. Дегенмен бұны мен айтып отырған себебім, осы шеберханада шертер ансамблін жасайтын Оразғали Бейсенбаев, Абузар Аухадиев, Равиль деген ағаларымыз болыпты.
Оразғали Бейсенбаев ағамыз тек қана шертер емес, сонымен қатар басқа да барлық фольклорлық аспаптар жасауға үлкен үлес қосыпты. Және осы аспаптардың технологиясы жайлы мақалаларды бағанағы Болат Сарбаев ағамызға арналған оқулықта жинақта осы жалпы аспаптардың жасалу технологиясы жайлы мақалалар осы Оразғали Бейсенбаев ағамыздың мақалалары сол кітапқа енген. Енді осы жылы Алматының профтех училищесінде аспап жасау пәнінен дәріс берген Болат ағамыздың студенттері Нұрлан Абдрахманов, Замир Өтешев, Сапар Ділманов, Тұрсынбай Шамшинов ағаларымыз жалпы шертердің жасау технологиясын үйренді. Абдулла Абдрахманов ағамыз, біздің қазіргі Нұрлан ағамыздың әкесі, сол кезде біз жалпы біздің қазақ халқына өте белгілі қобыз шебері Першинмен бірге Күләш Бәсейітов атындағы дарынды балалар мектебінің шеберханасында бірге жұмыс жасапты. Сол кезде шертер жасауды ол кісі бастаған екен. Кейіннен баласы Нұрлан екеуі Құрманғазы атындағы ұлттық аспаптар оркестрінің шеберханасына ауысады. Міне осы кезеңнен бастап шертер жасау технологиясын Нұрлан ағамыз және де басқа мысалы Тұрсынбай ағаларымыз, өмірден өтіп кетті Замир Өтешев, сол кісілердің жасаған шертерлерін мен жақсы білемін. Жалпы Нұрлан ағаның шертер жасау технологиясына мен тоқталып кеткім келеді. Өйткені біздің жалпы республикамыздағы музыка колледждері, оқу орындарында ұстаздары, студенттері, консерваторияның студенттері, ұстаздары, жалпы оркестрлер, ансамбльдерде орындалатын шертерлердің барлығы осы Нұрлан ағамыздікі десе мен ешқандай қателеспеймін. Өйткені 30 жылдан аса уақыт бұл аспап әрине Нұрлан ағаның жасауында көптеген өзгерістерге ұшырады, формасы жөнінен өзгерді. Ең бірінші менің атап өтетін нәрсем Нұрлан ағаның жасаған аспаптарының негізгі нәтижесі бұл және жаңалығы бұл аспаптың құлақ бұрауының тоқталуы, құлақ бұрауының келтірілуі. Әрине өздеріңіз білесіздер, шертердің құлақ бұрауы біразға дейін келген жоқ. Қазіргі шертерлердің құлақ бұрауы өте жақсы. Және осы аспапты біздер шертер аспабының, Нұрлан аға жасаған шертер аспабын, міне соның бірі, мынау менің аспабым, бұл осы аспап 32 жыл болыпты. 32 жыл бойы осы аспапты мен күй орындап, жалпы ансамбльдің құрамында осы аспаппен мен көп жыл қызмет атқардым. Нұрлан ағаның аспабы. Енді бұл сонымен қатар қазір Жүргенов атындағы өнер университетінің студенттері де қазір осы шертер аспабын жасаумен айналысып келеді. Мен өзім студенттерінің арасында бірнеше шертерді көрдім. Осы өнер университетінің студенттері және түлектерінің жасаған аспаптары екен. Алматыда шертер компаниясы бар. Шертер компаниясында тек қана шертер емес, сонымен қатар фольклорлық аспаптардың барлығы да жасалынады. Шертердің шеберлерінің жасаған әсіресе ұрмалы, үрмелі аспаптардың өте көп қазір қолданыста. Өйткені фольклорлық ансамбльді басқарып отырғаннан кейін мен сол аспаптармен тікелей өзім шертер компаниясымен тікелей қарым-қатынаста болдым. Сондықтан ұрмалы аспаптары өте керемет жасалады бұл жерде. Енді аспаппен мен халық күйі ой толғауын орындап берейін. Жалпы ой толғау күйін Жарқын ағамыздың үйіне барып қолынан үйрендім. Жарқын аға бұл күйді үйрету барысында қағысқа көп көңіл бөлетін. Және шертер жайлы көптеген мағлұматтар жинадым Жарқын ағадан. Енді бір осы ой толғау күйінің ішінде
қапталшап, халық күйі қапталшаптың элементтері кездеседі. Сонда мен Жарқын ағаға кейіннен бұл қате болмай ма? Қапталшап күйінің элементтері мына күйдің арасында бар, сол кейін қате деп айтпай ма деген кезімде Жарқын ағаның жауабы жоқ, ешқандай да қателігі жоқ. Өйткені бұл қапталшақтың темасы бұл ой толғау күйінде кездеседі. Өйткені бұны мен тікелей Нұрғали Ақсақалдан үйрендім. Ол кісі осылай орындайтын деді. Сондықтан да арасында қапталшақтың темасы да кездеседі бұл күйдің арасында. Жалпы Жарқын ағаның өзінің айтуы бойынша күй адам ойының жүйріктігін, сезімге берілуді толғансыз суреттейді деп айтып отыратын. Енді қазір осы күйді тыңдап көріңіздер. Ал енді сөзінің соңында елімізде тыныштық болсын, болашағымыздан үлкен үміт күтейік ағайын дегім келеді. Үйде отырып тәртіпке көніп, бәріміз бірге осы індетті жоюға атсалысайық дегім келеді. Және осы эстафетаны ертең шертпе күй шебері, Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының профессоры, Қазақстан Республикасы еңбек сіңірген қайраткері, күйші Біләл Алпанұлы Ысқақов жалғастырады. Күй тыңдап ләззат алайық ағайын. Қош сау болыңыздар. Рахмет.